дамыту, яғни алған білімді және дағдыларын талдай алу қабілеттерін арттыру болып табылады. Бағдарламамның өзектілігі бастауыш сыныптарда сыни ойлауды дамытудың әдістері бойынша авторлық бағдарламаның өзектілігі, яғни бағдарламаның қазіргі білім жүйесінің талаптарына сәйкес келуінде оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамыту арқылы олардың білім сапасын арттырып, жан-жақты дамуына жағдай жасау. Сонымен қатар, бұл бағдарлама оқушылардың өз пікірін білдіре алатын, шығармашылықпен жұмыс істей алатын және тиімді шешімдер қабылдай алатын тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Бағдарламаның ерекшелігі бастауыш сыныптарда сыни ойлауды дамытудың негізгі ерекшелігі оқушыларды тек қана дайын білімді қабылдауға емес, оны сыни тұрғыда бағалап, өз ойларын еркін білдіре алатын тұлға етіп тәрбиелеуге бағыттау. Бағдарлама оқушылардың шығармашылық қабілеттерін зерттеу дағдыларын, өзара пікір алмасу мен проблемаларды шешу дағдыларын арттыру болып табылады. Ғылыми әдістемелік деңгейі бастауыш сынып оқушыларының ғылыми негізделген әдістер мен тәсілдерге сүйене отырып, құрастырылған және оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған. Оны ғылыми әдістемелік деңгейде негізгі аспектілермен сипатталады. Авторлық бағдарламаның бағыты бағдарлама оқушылардың патриоттық сезімін нығайтуға бағытталған. Бұл бағдарлама оқушылардың тарихи білімін тереңдетіп, оқытуға мүмкіндік береді. Қазір презентация не істеп жатыр, кешірім сұраймын, кішкене загрузка болып жатыр, қазір қосамын. Ұлт азаттық қозғалыстардың мәні мен маңызын түсінуге көмектеседі. Оқушылардың тарихи құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Алдағы осы бағдарлама негізінде күтілетін нәтижелер оқушылардың сыни ойлау дағдыларының қалыптасуы, шығармашылық қабілеттерінің дамуы, топта және жеке жұмыс істеу дағдыларының жетілуі болып табылады. Сөзімді қорыта келе, бастауыш сынып оқушыларының сыни ойлауын дамыту авторлық бағдарламасынан күтілетін нәтижелер оқушылардың сыни ойлау дағдыларын жан-жақты дамыту болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Көрініп тұр ма слайд? Көрінді ма, көрінбеді ма? Қазір мен бір қосып жіберейін, е? Шығып тұр. Қайтадан жасайыншы. Бір минут қазір. Кішкене қатып қалды да, кешірім сұраймын. Техникалық. Көрінбей тұр ма? Көрініп тұр, слайд ашылып тұр. Ашылып тұр ма? Шығарып тастады. Қазір бір минут қосып жіберейін, е? Мені көрініп тұр ғой, е? Е, ашылып тұр, аға. Орынды сөзімді қайтадан айтып жібересіз бе әлде? Болды ғой, е? Сұрақтарыңыз болса, мұғалімдерге. Барлығы болды ғой, егер де қорғаған пән мұғалімдеріне сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Ондай болса, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Болмаса, бүгінгі вебинарымызды аяқтайық, е?
Бул вебинар не тууралуу болду? Мен азыр гана кошулуп отурмун, айтып жибересиз ба?